Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі біздің тақырыбымыз Қызыл кітап. 3-ші бөлім Қазақстандағы жан-жануарлар мен өсімдіктер әлемі. Оқу мақсаты тыңдалым материалдарының мазмұны негізінде сұрақтарға жауап беру. Оқулығымыздан 51-ші бет. Бүгінгі сабағымыздың жаңа сөздермен танысайық. Ерте заман, қорғау, одақ, өсімдіктер, деректер, жойылып кету және сирек. Тағы бір рет қайталайық. Ерте заман, қорғау, одақ, өсімдіктер, деректер, жойылып кету, сирек. Енді осы жаңа сөздермен сөз тіркесі және де сөйлем құрастырыңыздар. Келесі тыңдалым, оқылым тапсырмасы. Оқулығымыздан 51-52-ші бет. Мәтінді тыңдаймыз. Қызыл кітап. 1948 жылы әлемде алғаш рет табиғатты қорғау одағы құрылды. Бұл одақ жер бетінен жойылып бара жатқан жануарлар туралы кітап шығарды. Ол Қызыл кітап деп аталды. Қызыл кітап деген атауды ағылшын ғалымы Питер Скотт ұсынды. Қазақстанның Қызыл кітабы алғаш рет 1978 жылы шықты. Онда тіркелген жануарлар мен өсімдіктер түрлері туралы қысқаша қазақша, ағылшынша деректер берілген. Сонымен бірге тіркелген жануарлардың суреті, Қазақстан аумағында таралу картасы, ол туралы ақпарат көрсетілген. Қазақстанда құстардың 18 отрядқа жататын 489 түрі бар. Олардың 58-і Қызыл кітапқа тіркелген. Оларда адамдар көп аулайды. Сол себепті азайып барады. Қазір олар қорғауға алынған. Қазақстанның Қызыл кітабына өсімдіктердің 307 түрі кірген. Қызыл кітапқа қазақ жеріндегі барыс, аққу, бүркіт, бірқазан, тырна, қызыл қасқыр және де тағы да басқа аңдар мен құстар да тіркелген. Жақсы, жарайсыңдар. Енді оқылым тапсырмасы. Тапсырманы оқимыз. 3-ші тапсырманы. Сол бойынша дескриптор. Мәтінді түсініп оқиды 1 балл. Мәтінді оқу барысында орфоэпиялық нормаларды сақтайды. Келесі бізде мәтін мазмұны бойынша сұрақтарға жауап берейік. 4-ші тапсырма. Қызыл кітап деген не? Алғашқы Қызыл кітап қай жылы шықты? Қазақстанның Қызыл кітабы қай жылы жазылды? Қазақстанның Қызыл кітабында қанша өсімдік, қанша құс тіркелген? Қай жеріндегі қандай жануарлар Қызыл кітапқа тіркелген? Мұнда сіздерге берілген 5 сұрақ және де орфоэпиялық нормаларды сақтау 1 балл, сонда сіздерде жалпы 6 балл.